Бүгін күнделік жүйесі арқылы БЖБ және ТЖБ өткізу, жауап беру және де сұрақтар бойынша жауаптың файлдарды бекіту бойынша нұсқаулығын ұсынамыз. Ол үшін күнделік сайтына кіру қажет. Назар аударыңыз, мектеп парақшасына өткеннен кейін бүгін мұғалім қосымша түрде хабарлама жібергені көрініп тұр. Яғни, құрметті оқушылар, күндер мамыр аралығында біздің сыныпта БЖБ өткізу кезеңі басталады. Жақын арадағы өтетін пәндер бойынша БЖБ-ның өткізу кестесі және де файл ретінде бекітілген БЖБ өткізу кестелері анық. Осы ақпаратпен танысқандығы туралы пікірді қалдыру қажет. Пікірді қалдырғаннан кейін мұғалім сіздің танысқаныңыз туралы ақпаратқа ие болады. БЖБ бойынша сұрақтарға жауап беру үшін мектеп күнделік парақшасына өту қажет. Мұнда оқушының күнделігі ашылғаннан кейін БЖБ бекітілген үй тапсырманы көру үшін оның атауына басу қажет болады. Басқаннан кейін мұнда мұғаліммен бекітілген нұсқаның сұрақтары тұрады. БЖБ-ның сұрақтарын жүктеу үшін файлдың атауына басып, файл жүктеледі. Сұрақтарға жауап беріп, нәтижелерін файлдың ішіне енгізгеннен кейін жұмыс нәтижелерін файл арқылы бекіту қажет. Ол үшін файлды бекіту батырмасына басып, файлдарды жүктеу, дайын файлды бекіту қажет болады. Файл бекітілгеннен кейін жүктеу батырмасына басу қажет. Жұмыс нәтижелерін бекіткеннен кейін орындау журналының ішінде қажет болған жағдайда пікір немесе сұрақты енгізуге болады. Жұмыс нәтижелерін енгізгеннен кейін тапсырманы орындау батырмасын басу арқылы мұғалімді хабарлау қажет болады. Яғни, БЖБ бойынша сұрақтарға жауап берілді және де жауаптар күнделік жүйесі арқылы бекітілді. Осы оқушының іс-әрекеті орындау журналында да көрсетіліп тұрады.